Қарындас, көмек керек па? Оу, қарындас. Мадина? Мадина, сенбісің? Не болды, тыныштық па? Айтсақшы, не болды? Жүрші көлікке. Кел. Мадина, түсіндіріп айтшы, не болды өзі? Не жағдай болды? Так. Кеттік үйге. Мәке! Махамбет аға! Мадина? Мадина, не болды саған? Не болды, айтшы, түріңе не болған сенің? Не болып отыр, айтсайшы? Мәке, сабыр сақтайық. Әбден жаурап қалған. Ішке кіргізейік, сосын бәрін айтамын, түсіндіріп. Қарындасым, не болды? Айтшы. Айтшы, не болды? Сен айтшы, не болды? Мәке, мен ештеңе білмеймін. Трассада жалғыз келе жатқан жерінен тауып алдым. Маған да ештеңе айтқан жоқ. Кішкене сабыр сақтай, өз-өзіне келсін, айтар болған жағдай. Дархан ұйықтап жатыр ма? Ұйықтамағанда не істейді ол? Тамағында ішкен жоқ. Өлмейді. Түйеге жантақ керек болса мойын сызады. Базыл, неге сонша дөрекі сөйлейсің, а? Сенің осындай ауыр сөздеріңе шыдамай, өзіне қол жұмсап, бір ажалдан қалған жоқ па? Ал бұл жолы қандай себеп айтасың? Тағы да жұмыстан шығып қалды ма? Аға, ренжімеш, балдармен жүріп қалған ем. Рауан, айналайын бауырым. Жас емессің. Өз өмірің өзің қолында. Кеше мен саған айттым ғой. Әкешен сені маған аманатқа тапсырған. Мен аманатқа қиянат жасағым келмейді. Ұрып, ұрсып, одан ештеңе шықпайды. Өмір деген бұралғаны көп ұзақ жол. Дұрыс емес, аяғын бассан, оңдырмайды. Адам болам десен,
ойлан айналайын. Ақылым болып, түсінсен айтарым осы бауырым. Егер жоқ жүргенім дейтін болсан, әке-шешеңе бар, сол кісілердің алдында жүр. Ертең сен бірдеңке бүлдіріп, ертең мен өкініп отырмайын, өзегім жанып. Жұмыстан кеш шығып, кетіп бара жатқам. Сөйтіп олар тиісіп, сөйтіп артынан жүгіре бастады. Сөйтіп парктен өтіп бара жатқан кезде төбелестік. Түрлерін көрсең танисың ба? Иә. Мага братан не үшін шақырды екенбіз? Білмеймін, пайды бәрі нормально сияқты еді ғой. Сол ғой тып-тыныш жүрміз ғой. Иә. Или өткендегін біліп қойды ма сенің? Жоқ ей, оны білсе сол кезде айтар еді. Біраз уақыт өтіп кетті оған. Да? Иә. Енді kesin көреміз енді. Иә, kesin көрейік. Келді ғой. Ассалаумағалейкум. Саламын. Сен екеуің күштерін тасып, бойларыңа сыймай жүр ма не? Или бүкіл қалаға жауап беретіндей жағдайға жетіп қалдыңдар ма? Не қылды? Мен сендерді нормальный жігіттер ма десем, таза беспредельщик екенсіңдер ғой. Менің братишкам сындырып кеткендерің қалай кетті? Мага, біз сенің братишкаң екенін білмей қалдық. Менің братишкам болмаса, сындыра бересіңдер ма не? Короче, братишка қазір ауруханада, жағы екі қабырға сынған. Соның емінің ақшасын көтересіңдер. Сенің әкең қаладағы мықты бизнесмендердің бірі. Сенің братаның да менімен деген бизнесмен. База жоқ, авторитеттері бар. Солардан сұрайсыңдар ма, жоқ басқа жақтан іздейсіңдер ма, екеуің $5000 қойып кетесіңдер. Сендерге срок 2 күн. Кешіксеңдер, маған ренжімеңдер. Ұмытпаңдар, 2 күн. Мая, не істейміз енді? Не істегенде сол ақша табу керек. Қалай табамыз? Қалай тапқанда, мен әкемден алам, сен ағаңмен сөйлес. Ағам бермейді ғой. Басқа амал жоқ. Магаң братишкасы болып шыққанды айтам да. Қойшы оны, болар іс болды. В общем, мен кеттім. Барып әкеммен сөйлесіп, ақшаны алуым керек. Сен де ағаңмен сөйлес, ертең жолығамыз. Все, давай.
Жеңіс, мына продажаны міндетті түрде контроль алыңдар. Мына жақта заявка, рекламаны қанша келгенмен продажаны дұрыстамасақ болмайды ол. Рауан, не алып жүрсің? Саған келген ба? Бір әңгіме бар еді. Бірдеңке бүлдірдің ба? Жоқ, не білдірім? Болды, офисқа бара бер, қазір мен сөйлесіп алайын. Жеңіс, жазып ал. Сүт қауысының тауарлары Қазақстан әрбір қаласында болу керек осы жылдың соңына дейін. Міндетті түрде. Қалып кетпеу керек, жарай ма? Бүкіл жерге реклама жіберіңдер. Иә, Рауан, айта бер. Жай? Айналайын, айтсай тез-тез. Ар жақта қанша адам күтіп тұр мені. Ағына қыз кім? Не аласың оны? Соны сұрауға келдің ба? Жоқ енді, қызық болып кетті да. Рауан, мәселені айттан миды ашырмай бар кет. Ой, енді айтасашы енді, кім енді? Болашақ жеңгем болады. Бол ма? Әдемі екен, Не болды енді айт. Ақша керек ба? Бірден бүлдіріп қойдың ба? Кәс келемін. Рауан! Рауан! Енді ол жынды болайын деген ба? Алло, Дархан. Абонент временно недоступен. Оставьте сообщение. О, Дархан, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы? Папа өзінде ма? Я? Ешкім жоқ па алдында? Білмедім. Қалай сауда болып жатыр ма? Жақсы ма? Жақсы, жаймен. Дұрыс, істеңдер. Қалайсың өзің? Болды онда ма? Папа, кіріп шығайын, Мәке, Палшам, досым, қалайсың? Қош келдің, досым. Сен бұл жерге қандай жел айдап келді? Кәнге төрлетіңдер.
Seni de көрмегелі көп болды. Мадина бүгін неге жұмысқа келмеді десем, ағасын күтіп алған екен да. Қалайсың, Фаза? Жақсы, ақырында жүріп жатырмыз. Мен саған бір шаруалармен келдім, досым. Иә, құлағым сенде, досым, айта бер. Мадина шай әкеле ғой, иә? Не жаңалықтар болып жатыр? Жаңалық болғанда бір проблемалар шығып тұр. Мая. Бітті. Ұсталдық, брат. Косякқа плотно кірдік осы жол. Ағаңнан ақша алдың ба? Дархан, қандай ақша? Не айтып тұрсың сен? Көріп тұрсың ғой ситуацияң не болып жатқанын. Ұсталдық біз, ағама да, магаға да ұсталдық, все. Саспа, досым. Любой проблеманың шешімі болады. Бұнда шешім табамыз. Алдын ала олай өзіміз жерге тыға бермейік. Дархан, сен қандай адамсың, ё-майо. Көріп тұрсың ғой не болып жатқанын. Сен өзіңнің не айтып тұрғанын сен өзің біліп тұрсың ба сен? Не болып жатыр? Қарасайшы, не болып жатыр? Көзіңді ашып қарасайшы. Бітті бәрі, қаяқтан таппасын жер шығатын выходты. Соны ойлану керек. Оғышым, бізге қазір үйге баруға болмайды. Қалған жерінен бір квартира тауып, сонда жасырына тұру керек. Ары қарап, мен бір амал табам. Брат, жасырынасың да мақылдаш. 2-3 күн жасырынасың. Ары қарай ана қыз болды, полицияға арыз жазады. Сосын іздеу салады, болды, ұстайды содан кейін. Анау айтып береді бүкілін бәрін братанға. Все, бітті сомен, бітті, түсініп тұрсың ба? Басқа ешқанда шығатын выход жоқ бізде. Любой нәрсенің басы бар, соңы бар. Ұсталдық осы жерде. Не істе дейсің маған? Бар онда ағаңа барып айт. Жақсы көретін қызың зорладым де. Одан кейін полицияға бар. Беріл, сол керек пе саған? Айттым ғой бар, нормально болады. Бұнда бір амалын табамыз. Бізге квартира табу керек. Ақша бар ма сенде? Бар азы. Менде азырақ бар. Бізде уақыт жоқ. Кеттік. Мадина? Аға, мен танысым ғой. Сіз уайымдамай үйге кіре беріңіз, мен қазір келем, сөйлесе алайын. Сәлем, қалайсың? Сәлем. Тыныштық па, не болды? Телефон алмайсың ба? Я, тыныштық. Бет аузына не болған? Ештеңе? Мадина, сен мені бірдеңе жасырып тұрған сияқтысың ба? Ештеңе болған жоқ. Кейін сөйлесекші, кешірш. Мадина? Қуаныш!
Братан, біз жалпы келдік. Махамбет деген братан болады. Қазір танысасыңдар. Бір тірліктер бар деп бағана звондаған. Қазір сөйлесеміз. Хорошо. Ассалаумалейкум, братан. Алейкум ассалам. Қалайсың мада? Шүкір. Бауырым болады, таныс қойым. Махамбет болады. Тес бол. Өзіңізде қалай? Бәрі дұрыс па? Мада, бәрі дұрыс болмай тұрса. Айта беріңіз, не проблема? Сен білесің ғой, мен өзім проблемамды өзім шешетінді. Бірақ сенің кішкене көмегің керек болып тұр. База жоқ, братан. Не көмек? Менің жалғыз қарындасым бар екен, білесің. Соны сука бір шакалдар зорлап кеткен көшеде. Солды табу керек. Кімдер екен біле ма? Кімдер екен білгенде көрсем танимын деп жатыр. Сенің балдардың көмегімен соларды іздеп табу керек. Полиция ешкімді араластырмау керек. Жердің астынан болса да тауып алу керек оларды, мага. Түсіндім, братан. Короче, былай ғой.